Армысыз көрермен, мектеп жаңалықтарының кезекті шығарылымын назарларыңызға ұсынамыз. Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер арасында өткен аудандық олимпиадада мектеп намысын қорғаған ұстаздар топ жарды. Аудан мектептерінен келген қарсыластар арасында жас мамандармен қатар тәжірибелі мұғалімдер де бар. Олар кәсіби шеберліктері бойынша сыналып, берілген тапсырмаларды жақсы орындаған. Қазылар алқасының шешіміне сай, география пәні мұғалімі Жазира Молдасынова 3-ші орынға ие болса, физика-математика пәндері бойынша қатысқан Айнұр Қадырмағамбетова 2-ші орынға лайық деп танылды. Ал биология пәні мұғалімі Жандос Жапаров жүзден жүйрік шығып, 1-ші орын иеленді. Мұғалімдерімізді шын жүректен құттықтай отырып, жетістіктерінің мол болуын тілейміз. Ұстаздар жеңісін шәкірттерді жалғады. Жалпы білім беретін пәндер олимпиадасының облыстық кезеңінде мектеп оқушылары мыңнан тұлпар атанды. Нөмір 3-ші орта мектептің атынан қатысқан 5 оқушының 3-і жүлделі орындармен оралды. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша Гүлнар Мұхамбетованың жетекшілігіндегі 9-шы сынып оқушысы Әсема Яминова нөмір 3-ші орынды қанағат тұтты. Сондай-ақ тарих пәні бойынша қатысқан 9-шы сынып оқушысы Амантлеп Бергенден 3-ші орынды қанжығалады. Жетекшісі Құралай Қамысбай. Ал география пәні бойынша қатысқан 10-шы сынып оқушысы Нұрбол Аманов үздіктер қатарынан көрініп 2-ші орынға ие болды. Енді Қуат Байназаровтың жетекшілігіндегі оқушы олимпиаданың республикалық кезеңінде облыс намысын қорғамақ. Қырандарымызға сәттілік серік болсын. Оқушыларға арналған республикалық мөлдір бұлақ журналының ұйымдастыруымен Алматы қаласында армандарын қанат қаққанды шығармашылық байқауы өтті. Аталмыш байқауға қатысуға ниеттілер алдымен жазған эсселерін редакцияға жолдаған. Үздік авторларды журнал басшылығы Алматыға арнайы шақырып марапаттады. Жеңімпаздар тізімінен мектебіміздің 8-ші сынып оқушысы Гүлнар Төлегенова табылып, 1-ші орынға ие болды. Жетекшісі Гүлшат Латипова. Мектеп мерейін асқақтатқан оқушыға толағай табыс тілейміз. Әзірге айтарымыз осы. Мектеп жаңалықтарын біздің ютубтағы арнамыздан қарай жүріңіздер.